Компания үшін мақтаныш сезімі өздігінен дамуға апарар жол. Мен Салтанатпын. Ақтөбе қаласындағы ЛВЧ-де эколог болып жұмыс істеймін. 2018 жылы мен біліктілікті көтеру мақсатында Еуропаға іссапарға жіберілген болатынмын. Іссапарда жерге және адамдардың менталитетіне тәнті болдым. Бірақ бәрінен бұрын мені көшелердің, қалалардың тазалығы және адамдардың қоршаған ортаға деген көзқарасы таңғалдырды. Мен үйге пластикті, шыны мен қағазды барынша өңдеп, қалдықтарды кіріске айналдыру идеясын алға бастыру ойымен қайттым. Мен осы технологияны біздің жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы компаниясына енгізуді ұсына бастадым. Бізге қанша контейнердің керек екенін есептедім. Қайталап пайдаланылатын шикізатты қабылдаумен және өңдеумен айналысатын фирмаларды таптым. Және де қорытынды ретінде жобаның өтемділік мерзімін есептеп шығардым. Әріптестеріме жүгіндім. Бірақ экономистер бюджетте ақшаның жоқ екенін айтты. Техникалық қызметкерлер де өздеріне қосымша жұмыс жүктей алмайтынын айтып, бұл идеяны қолдамады. Директор үнемі жұмыс басты болғандықтан оған кіре алмадым. Уақыт өте келе 2019 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасы экологиялық кодексіне өзгеріс енгізілді. Өзгерістермен таныстым. Кодекстің талаптары бойынша қазіргі пластикті, шыны мен қағазды көмуге тыйым салынғанына таң қалдым. Бірнеше күннен кейін экологиялық кодекске енгізілген өзгерістер туралы естіген басшы мені өзіне шақыртты. Техникалық қызметкерлер қалдықтарды экономикалық тиімділікпен сегрегациялау туралы менің ұсыныстарымды оған айтқан екен. Міне, мен өзімнің жобамның презентациясын өткіздім. Менің жобам мақұлданды. Мен өзімнің идеяларымды ойдағыдай енгіздім. Қазақстан темір жолының басқа құрылымдық бөлімшелері осы міндетті орындауға жаңа ғана кіріскен кезде біз қалдықтарды сегрегациялау жүйесі бойынша жұмысты бастап кеттік. Осыған байланысты біз қазір техникалық қызметкерлер қалдықтар көлемін азайту есебінен ақшаны үнемдеп қана қоймай, қайталап пайдаланылған шикізатты сатудан азғантай болса да кіріс ала бастадық. Ал 5 маусымда экологтар күніне мені экология саласының үздігі медалімен марапаттады. Менің бастамамның компанияның жаңа даму деңгейіне шығуына көмектескенін мақтан тұтамын. Қазақстан темір жолындағы басты құндылықтардың бірі мақтаныш екені тегін емес. Біз осы салаға өмірімізді арнаймыз. Өйткені ел мұқтаж болған жүктерді жеткіземіз. Қалалар мен мемлекеттерді байланыстырамыз. Тіпті елдің ең шалғай өлкелерінде де жұмыс істейміз.